Сәлем достар, дәл осындай әдемі түрлі түсті үлгілерден пазл сумка құрайтын боламыз. Ол үшін түс үйлесімділігіне қарай өзіңіз таңдап алсаңыз болады. Достар, арнама тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар және плейлистке осылай өтсеңіздер, әдемі 3D құрақтарын қалдықсыз құрап үйренуге мастер-класстар салып қойдым. Мінекей осы жерде 3D құрақтарын қалдықсыз құрау дегенге өтеміз. Төменгі жағына қарасаңыздар, осы жердің өзінде бір шама құрақтар түрі бар. Дәл осы құрақтарға керекті детальдерді осы плейлисттің ішінде құрақ құрауға деталь сызу бөлімінен таба аласыздар. Менің қолымдағы бар мата үлгілерін мейлінше толықтай қолдану үшін шетіндегі иректерін кесе отырып, екі тең төртбұрыш шығатындай етіп, ең алдымен матаның ішкі бетіне есептеп, шығымын есептеп жазып аламын. Кейін дәл осылай барлығын қиып шығам. Бұл пазл құрақтарында дәл осындай сантиметр болу керек деген қағида жоқ. Қолыңыздағы бар матаны толықтай қолдану үшін бір келкі етіп, тең төртбұрыш шығатындай етіп алсаңыздар болады. Шетінен қалып отырған дым жіңішкелерін тастаймыз. Мына ұзыншақ қиықтардан әртүрлі түстерді кейін кошелек құрауға да болады. Кеттік ендеше қолыңыздағы бар матаны тең тік төртбұрыш шығатындай етіп, қалдықсыз осылай кесіп дайындап алаймыз. Тік төртбұрыштарыңыз дайын болса, осы тік төртбұрышты өлшейсіздер, теңге 3-ке бөлесіздер. Менде бұл жерде 9 сантиметрде 9-да 9 тік төртбұрышы 3 сантиметрден өлшеп сызып аламын алдымен. Естеріңізде болса, осы дайындаған 12 түсті матаның әрқайсынан егегіден. Ол дегеніміз сөмкенің бір жақ бетінде қайталанбайтын түстер болады. Мен сөмкенің екі жақ бетіндегі пазлдарды екі түрлі өлшеммен жасаймын. Біріншісі осы, мінекей, теңге бөлдім. 3-3 сантиметрден тең қып бөлдім. Мінекей барлығын осылай қиып шығамын. Ал екінші өлшем бірлік, мысалы, 9 сантиметрді 3,5-да 3,5, ал ортасындағысы 2 сантиметр болады. Тең ортасындағы 2 сантиметр екі жақ шетінен қиылатын тік төртбұрыш жасадым. 2-де 2. Мінекей. Сонда ортасында 7 сантиметр болады. Барлығын дәл осылай қиып дайындап аламыз. Кеттік. Менің қолданып жатқан материалым эко-кожа болғандықтан, оны тігуге келмейді. Сондықтан бір матаға паучинкамен осыны әдемілеп құрастыра отырып, қазір ыстық үтікпен жабыстырып аламыз. Видеоға мұқият болсаңыздар, құралу жолы өте оңай, қараңыздаршы. Қазір дәл осылай түс үйлесімділігін келтіре отырып құрап шығамыз.
Мінекей дәл осылай әдемілеп қиып алсақ, артық матаны паутинкасымен қосып қиып шығамыз осылай. Енді қазір ыстық үтікпен марльның астында осылай бір басып жапсырып аламыз. Кейін үстінен тек қана барлығынан зигзагпен өтіп шығамыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Екінші бетінде дәл осылай құрап шығамыз. Кеттік. Енді барлығы дайын болды, тек зигзагқа салып тігіп шығамыз. Мінекей мен уже тігіп қойдым негізгі сызықтарды, енді ортасындағы сызықтарды бас аяғын бекітіп отырып зигзагтап шығамыз. Мінекей. Мінекей дәл осылай барлығын өтіп шығамыз. Мінекей сонымен негізгі екі құрағымыз дайын болды. Сөмкенің екі беті мынау 3-3 біркелкі қиылған, мынау 2 7 сантиметр болып қиылған. Екеуі де өзінше бір әдемілік беріп тұр, иә, достар. Енді осы құрап алған бетім менің ноутбугыма тұп-тура келеді екен. Сондықтан тек қана ноутбук салу үшін жіңішке ғана қылдырып, осылай қоңыр түсті таңдап алып, шеттеріне қосып шығамын. Осыны тең ортасынан бөлемін. Негізінде сіздерге құрақтың құралу жолын көрсеткім келген. Ары қарай өз фантазияларыңызға қарай сумканы құрастыра берсеңіздер болады. Видеоға мұқият болсаңыздар, қалғаны түсінікті болады деген ойдамын.
сөмкемізге салатын заттың салмағы жаңағы біздің құрағымызға тікелей түспес үшін біз сөмкенің ременін астарына тіктік. Көрдіңіздер ме? Салмақ астарға тігілген ременге түсетін болады. Өз ойыңызбен пікірлер бөлімінде бөлісіп отырыңыз. Жалпы достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, өз достарыңызбен бөлісіп, жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Комментарийді міндетті түрде оқып, жауап беретін боламын.